Жездала саған бір жер жетуші мед, келген кісі бір қонбай кетуші мед. Ұлы дала хақында сөз болғанда, ұлы тауға бір соқпай өтуші мед. Сен облыс болғанда екінші рет, қарағандым қалғандай жетімсіреп. Ол аздай жаңарқамды ала кеттің, облысымның отырған бетін сүйіп. Қарасам көркіңе көз тояды ма, таңғалам тәңір салған бояуыңа. Жеріңнің асты да алтын, үсті да алтын, қызыған бақытыңның баянына. Саған келіп тай мініп кетуші еді, сүйеніп келген кісі таяғына. Алашақан жошыған жатқан дала құндылығын ешқашан жояды ма? Тоқтамыспен едіге өткен мекен өзіне тәнті қылмай қояды ма? Кеңгірдің өзі күә кешек өткен кет бұғадай жошының ноянына. Әйгілі әмір темір кеп кеткен жер қарамай сылтып басқан аяғына. Еуразияның кіндігі екенсің ғой, картаның қарасам да қаяғына. Облыс деген саған не тәйірі, жәннаттың жетпесең де раянына. Әттең судан таршылық көрмегенде, Астана болар ең ғой баяғыда. Дәлелді алып тұрмын дерек қордан, бұл бір жай шешім емес кенет болған. Астананы арқаға көшірерде нұрағаңда бірнеше себеп болған. Екі-үш қала таңдауға түскен кезде Ұлытаудың орны бөлек болған. Сенің бірақ елорда болмауыңа тек осы судың жайы бөгет болған. Ақмоладан Астана салғанда да астыңдағы байлығың көмек болған. 90-шы жылдардың ортасында тоқырау кеп арқада елек тоңған. Қарағандым қалжырап қалған кезде бұл жерді бізге қосу керек болған. Менделеевтің миына кірмей кеткен металдарың сол кезде медет болған. Қасым Жомарт қайрашса облысты, жомарттығы деп білем оны күшті. Әкеліп өз ұлыңды әкім қылып бекеңе тапсырыпты толық істі. Еліңнің игілігіне жұмсарсың деп жеріңнің астындағы толымысты. Ассалаумағалейкум, асыл қазақ қалайсың, қалың найман мол ырысты. Қанша жылда келмеген айтыс келіп, жүйріктер жезғазғанда жолы қысты. Болманмен Тайжан өткен жерге келіп, босап тұр шыны керек көңіл ішкі. Шын болат ағам жатқан төңірекке, шынымен шайырлардың жолы түсті. Мұндайда адам құлпырып кетеді екен, көктем кеп қайтарғандай долы қысты. Сөзбен өріп жеткізу мүмкін емес, көзбен көріп тұрған бұл көріністі. Тапсам деп көрерменнің көңілемін, шықпады сахнаңның төрінегім. Әнуар әкім болып жүрген кезде ән күйден үзілмей түсет төңірегің. Екі күннің бірінде айтыс болып өлең болып өрілетін өңіредің. Жатқандай қайта міне жылғысы кеп, құлагердей жүрегім тұрғысын деп. Айтысты сағынғаның рас болса, ақанып отыр соны білгісі кеп. Облысты күткендей сағыныпсың оныңды менен артық кім түсінеді. 40 жылда өзінің ауылына жүкемсіз айтыс кеп тұр тұңғыш рет. Ерманыпсыз, ел қалықсыз өнердің киесі жоқ, ерманыпсыз айтыстың жүйесі жоқ. Жүрсіннің жүйріктері келді алдыңа, ақ бозаттай үстінде иесі жоқ. Жүкеңді қимайды жұрт жаманатқа, бағасын берген халық дана қартқа. Кішкене сырқаттанып қалған екен, не жетсін саулықпенен саламатқа. Жездеміз дұғай сәлем жолдап қапты, жезғазғандық сіздердей жамағатқа. Тізгінді әужекеңе табыстапты, айтыстай ие бол деп ғаламатқа.
Amanat partiyasının депутаты қиянат қылмайды деп аманатқа. Ал ендеше ағайын қолымды соқ, ақ жол деп мініп келді ағаматқа. Аман келді батырдың мына тойын, аман жол бастап келсе жаман ақпа. Қазанаттай қадірлі азамат қой, қазақтай қадірі бар қағанатқа. Шіреніп отқан күлгім болыс құсап, көзіме көрінедей таныс құсап, ақ құлақты осындай көрсем болды, ақаныпты әйтеуір намыс қысап. Никольскіден қаланы тартып алған кешегі қасиетті қаныш құсап. Бұл айтыстың әйгілі Путин едің, көзіме елестейсің соғыс құсап. Бір қара бір сары боп келіп қаппыз кәдімгі қуырдақпен борыш құсап. Көрерменнің шөлін бір қандырайып кәнігі қымызбенен морыс құсап. Көптен бері көрінбей кетіп едің, Алатаудан азайған барыс құсап. Сахнаға да шыға алмай жүруші едің, санкцияға ілінген орыс құсап. Айт отыр жаңалығыңды енді бізге. Путиннен бар еді біраз белгіңізде. Майданға майдан ашып жатыр деп еді, не болды? Жеңілдің бе, жеңдіңіз бе? 3 күнде басып алам деп барып, 3 жыл бойы уақытын бөлдіңіз бе? Апарған танкілерің атылмайға айналып жатыр деп еді шерді жүзге. Сталиннің тұсынан қалып кеткен стальдарын қалдығын тердіңіз бе? Атышулы КГБшник болсаң да атышулы КВНшікке ақыры көндіңіз бе? 41-дің 40-ның есің алып қазаққа дұрыс баға бердіңіз бе? Рейхстагқа ең алғаш туды тіккен Рахымжан екеніне сендіңіз бе? Киевтің қаласына қолың жетпей, Киевтің даласына келдіңіз бе? Қазақтар кіріспесе қақолға да қауқарың жүрбейтінін көрдіңіз бе? Мақсатым шыға салан не демедің? Қоқанда қонағыңды елемедің? Путиннен басқа теңеу таба алмаған, сен не деген досың ау терең едің? Путин түгіл Сталинге бас имеген Мұстафаның елінен кеген едім. Түріме қайта-қайта қадалғанша тіліме мән бермейсің неге менің? Қолым ерген атанған ергейкінің қолындағы оқтаулы берен едім. Сондықтан да сөйлегін байқап-байқап, үміт күтіп отыр ғой сенен елім. Имановтың тойына келген кезде, имансыз сарорысқа теңемегін Тең ұстап мықтылармен иығымды, бағындырсам арман неу биігімді. Нұрға бөлеп ағайын жиналғанда, жырға бөлеп кетейін жиыныңды. Қонағын қандай қылып көтіп жатқан Ұлытау байқап тұрмыз пейіліңді. Арқада елге бас иіп сәлем бердім, зиялы жұрт сап тұрсаң зейініңді. Аллатымен бәріңе сәлем бердім, аса қамқор ерекше мейірімді. Төріне серілермен сал келетін, көңілі патшадан да паң келетін. Ұлытаудың жұртына басым дейдім, қызын ханша ұлдарын хан көретін. Атышулы ақанып қалың қалай,
елім үшін бәйгеге басын тігіп, жерім үшін қиналмай жан беретін басында мен тұрғандай бар әлектің, өзіңді жақсы ал мені жаман еттің. Айтыстан кеткенімді әңгіме қып, жалаңды жан досыңа чаба кеттің. Неге айтыстан айтайын кеткенімді, кеп отса ағайынға хабар еткің. Оның саған тікелей қатысы бар. Не айтат деп тіліңді қадап оттың. Осыдан 4 жыл бұрын бір айтыста қазылардан әділдік талап еттің. Айтыстағы айтам деп қиянатты үйіріңнен бөлініп тара кеттің. Кеткенде де бірақта жай кетпедің, шеңберінен аттадың бар әдептің. Сосын жүрсін айтыстан аластатты, той қуалап мал бағып амал еттің. Сонда сенің сөзіңді сөйлеймін деп мен айтысты 4 жылдай талақ еттім. Өз ағам мен өзімді қырқыстырып, сыртымызда мәз болып қарап өттің. Суға кетіп баратқан байғұс құсап, қарап кетпей мені де ала кеттің. Жарқыраған бұл Иран күнді екен, ал мақсатым түнерген түнді екен. Әзілдеп отырғандай көрінген мен астары әңгіменің зілді екен. Мен бұрын сені қалай танымағам, қыран деп ойлағаным қырғы екен. Енді сенің сөзіңді сөйлемеспін, өзі шілдей қулығы пілді екен. Түрі ғана қаптара шығар десем, ниетіңде түрім мен бірді екен. Отырсың ау сен үшін сенделгем деп, мақсатты мазақ қыла бермеңдер деп. Қиналсаң мені қорғап нең бар еді, әдетіңді қойсаңшы елден көрмек. Мен сендерге баяғыда айтпап едім, менің кей айтқаныма сенбеңдер деп. Мақсаттың кей сөзіне сенсеңдер де, мас адамның сөзіне сенбеңдер деп. Тесетін тиген жерін оқтай тілің, соқтың ау әңгімеге соқпай тұғын. Сақынаны сағынып қалыпсың ғой, салғыласып түрін жоқ тоқтай тұғын. Кінәсін Махановтың бетке басып, керек бет соның бәрін көпке айтуың. Ақын деген асаулау болу керек, адамдарға кей кезде жақпай тұғын. Ерсіннен жұққан жаман әдетім бар, қызып алсам жағалай боқтай тұғын. Жезгиіктей қуғынан босып келген, жезгиіктей қуғынан босып келген, жезғазғанға обаста шошып келген. Шошитын себебі бар ағайындар, Иран қайып отырса тосып төрден. Ерман жүрсін дейтұғын ұл бар мұнда, берекелі бал екен бесік көрген. Есімін туған кезде жүген қойып, атасының атында қосып берген. Содан бері бұл жазған күрт өзгеріп, ұлының ат арқылы несіптерген. Еңкеймей кіріп шығып есіктерден, еңбектемей өтеді тесіктерден. Қазірде де бұл
Қазірде бұл баяғы Иран емес, дәл бүгін беделі бар өсіп келген одақтың Астанадағы филиалына төраға болып жағдайын шешіп келген бастық болып астаналық ақындарға бақыттан бас айналып есіп келген ұлының арқасында ұлытауға ол адамның хал күйін кешіп келген туғызғалы тұрсың ау даладайдау байқаймын жүрегімді жаралайдау өзің дұл болмаған соң қызғанбаш деп кезек берсем тағы да табалайдау осы біздің жүкеңде қызық кісі кейде бір шешімдері шалағайлау атасының есімін берген кезде әкесі кім екен деп қарамайдау жүрсін деп қоя салса да жұрт риза болып ақыннан ақын туып деп шамалайдау ал енді Ерман әйгілі балуан бопты ол кісі жайлы болмас жаман ойлау ал мынаның ұсқынын көрдіңіздер айтарлықтай емес қой анадай дәу көреген көрерменім өзің айтшы мынадан ірі тұқым тарамайдау жүрсің әке болуға жараған мен Ерманға әке болуға жарамайдау кезек берсең мініңді тереді ме дәл бұлай мазақтаудың себебіне осындай досыңызды келген кезде кемсітудің бауырым керегіне көңілді бізге қалай бұқалай бөлесің бе ішінде бұл Иранның енесің бе Ерман жүрсін бұл күнде оңға келіп әкесінің ойнап жүр төбесінде ол түгіл Иман Жүсіп деген ұлым лайықты боп келеді ол есімге батырлық пен балуандық жүректе ғой әйтпесе не бар дейсің денесінде ал енді қызметке келер болсам шешілген ол одақтың кеңесінде өз күшіммен келемін көтеріліп көзің бар ғой мақсатжан көресің бе бұл мақсатқа ағайын сенбеңіздер өтірік айтпасаң не өлесің бе өйткені өзі айтып тұрған жоқ па айтқанына көңілді бөлесің бе сау адамның сөзіне сенесің бе мас адамның сөзіне сенесің бе Сақина тапқан жандай сахарадан аталы сөз айтады аталы адам мақсат құрдас болған соң қалжыңдайды оған несін ағайын қапа болам әлі талай мықтының атын қойып мен талай адамдарға папа болам екі балам егерде ержеткенде қос келінді көресің қатар алам ұлым егер ұлды боп жатса сол кез мен әлі мықтыларға ата болам мақсат-ау емесем ғой жауың сенің әйтеуір бітпей қойды дауың сенің ауылыңда айтыс болып жатқан кезде оңайлықпен шағылмас тауың сенің бірақ та меніменен айтысқанда есеңдетіп жеңіліп қалушы едің жеңіліп қалсаң жүрсіннің інісі деп жалаңды екеумізге жаушы едің балдызынан бауыры жақын ғой деп ақ жездеңді әуреге салушы едің ал бүгінгі айтыстың жөні басқа көңіл күйің көрінеді тәуір сенің
Ұстазым деп айттың ғой аман жолды, сен ақпар бермесең де танушы едім. Қанша жерден тұрған мен, бағым келіп, байқаймын жаңғал отыр бағың сенің. Кермеде кеуде керген кербес дедім, кербестіге мақсат ау сен не істедің. Дәл бұлай жасарыңды білген кезде, кім білсін келер медім, келмес педім. Қазылардың көбісі сенің ағаң, көрерменде байқаймын жерлестерің. Жерлестердің барлығын жинап келіп, шабылып кететіндей мен не істедім Иран жартым болмаса қоштасарда, жібейтін жөнің бар еді тас болсам да, көрерменнің барлығы сен жақ дейсің, немене мына халық қаспа сонда. Бүгін бағың жанадау деп отырсың, айтып отқан әңгімең рас па сонда. Әй, бірақ мен олай деп ойламайдымын, болады бекер үміт тоспасам да. Жюри мен жүргізуші мен жақ болса, бұл жерде адам жоқ па басқа сонда. Онлайн көкен қарап отыр емес пе, сондықтан болады саған саспасаң да. Бәрібір сенің ағаң шешеді ғой, мен оны біліп тұрмын мас болсам да. Байқаймын бармағыңды бүгіп тұрсың, мәкеңнен неге бүгін ағып тұрсың. Жабылып кетер дейді, мен не істедім деп, жылағың келіп тұрса да күліп тұрсың. 300-дің басын қосқан Ұлытауда 3-ші рет менімен шығып тұрсың. Аман жол ағам айтыс жүргізгелі, оның рас дәуренім жүріп тұршын. Сүйрейтұғын дәл бүгін көкеңіз жоқ, аяғы не боларын оп тұрсың. Неменеге жатырсың жанталасып, бәрібір кім жеңерін біліп тұрсың. Облыс болған жерде саясат көп, сырт көз сонда біздермен санасат деп. Қара халық үмітпен қарап отыр, біздерге билік қашан қарасат деп. Көшенің түгел жолы тегістеліп, көшелі елдің қашан бағасат деп. Ал билік менің шәлім ойлап отыр, шырдығын жолдың немен жамасақ деп. Бек арыс ағам айтқан бір сөз бар еді, осы ойда пайым менен парасат көп. Жезқазғанның жолдарын таспен емес мыспен жамап қойса да жарасат деп. Кіргізсе қала менен даласанын, облыста басталып жаңаша күн. Қаланың түгел жолы жөнделсеген, қажетіне жарайтын қарашаның. Тікелей акиматқа апаратын тек жолын жасай бермей алашаның. Неше түрлі сөз айтып жүргендер бар, ойпырмай неме не демейді оңаша кім. Облыста адам аз деп жүр екен, түгендеп әр шаңырақ, әр ошағын. Қызылорда Жезқазған жол істесе, көкесі сол балар еді тамашаның. Оңтүстіктен қаншамен көшіп келіп, көбейтер еді үйменен баласанын. Осыны мен түгілі ойлап кеткен кешегі Қаныштайын Данашалың. Атамыздың арманы орындалып, Жезқала жарқын болсын болашағыңа. Іргеңде тұрған сәт байып, тіл жетсе бүгін мақтайып, тасынан алтын шығатын, басынан кетпес бақтайып. Қарсақбай менен Байқоңыр, жезді де жатпас жай темір. Облыс болып мінекей, басталып жатыр қайт өмір.
жүрсіннің туған мекені, белгілі Қоскөл екені, Гагарин ұшқан ақшалы ғарышқа жақын екені. Шекарадағы шеңбері, кейкідей жүрген мергені, Мұқағали туылмаса да, Мұқаштай туған ерлері. Алаша жатқан малшыбай, еңбек қорлығы жалшыдай, Дүйсебекті ағамның маңдайынан аққан тамшыдай, қайсарлығы қылыштай, қасиyi еті қамшыдай. Жеті қоңырмен теректі, шағырлар жайғап төректі, сары суменен борсеңгір, бағындығымнен кеметті. Қызыл жарменен түгіскен, ақынмен батыр түйіскен, ғалымы сөзден жаңылмай, жайықтай ағам жүрістен. Жайреммен жалын жомартым, шұбар көлде бар қаралтын, Жандолдай ағын басқарған Ералиевте келдің бәр алтын. Қызыл қара жал менен ақтауым, қойлауға меді мақтаным, икендей жылқы иіріп, 5000-нан асқан баққаным. 5 маршыл деген піскен жер, төлеген қымыз ішкен жер, Құдай мендінің маңайы, Құдайдың нұры түскен жер. Әужекең туған Ақтөбек, барғанмын талай бақтылеп, қыз түгіл ұлысын бақты, қымызы қанғай тәттірек. Байдалы бидің ауылы, байлыққа толған бауыры, пәк Құдай бөлек жаратқан, Сәттібай жырдың дауылы. Иман Ақпенен Қарағаш, тағдыры болған аралас, Сұңқар Сәкеннің тұғыры, бағасын берген баралаш. Ақселеп жатқан жаңарқа, қайраттар шыққан әнарқа, киеңнен сенің айналдым, сүйемін сені саралқа. Осының бәрі Ұлытау, облысының үмітау, қасқайтып ашқан қайдадан, Қасым Жомартта жігітау. Тілеулес менен бір көршің, үкімет молдау пұл берсін, айлыққа қарап емесен, байлыққа батып күн көрсін. Жезқазғаныма тілерім, жерімнің үсті түргүлденсін, Астанада ясқақтап, Түркістанымдай түрленсе. Сенің де болып отыр сұрағаның, маған да керек емес құлағаның. Жай әшейін әзілдеп айтып едім, көрдім ғой көңіліңе ұнағанын. Сені жеңем дегенде ойымда жоқ, қорыққа сен алдыма шығарамын. Досым бүгін баспайға алып жатса, өзім алған адамдай қуанамын. Үркіретіп Жезқазғанның сарайын, Шынболаттың мақамына салайын. Жағымпаздар жайлаған бұл қоғамда, Шынболатты сағындың ба ағайын. Көзбен көріп жүргеннен соң сұмдықта жиналып, ойға бәрін жасап жатыр дейді кіл мақта. Шынболаттың мақамына салып ап, шындық айтып айта алмасақ айып болар шындықтың. Жерім кетті, кенім кетті сатылып, елім қалды, ерлер кетті атылып, ұрлағанын шекарадан асырып, қарызделді белшесінен батырып. Тілім кетті, дінім кетті бүлініп, мың күдікпен қалды жалғыз бір үміт. Аман сақтап қалмасақ біз осыны, аман келді қайтып келмес тіріліп. Ұры қарып 30 жылдай басқарып, жемқорлар жүр жегеніне мастанып. Әділетті болған кезде осылар, қазағымнан болмас еді астанып. Жаңа Қазақстаным деп ерледік, жатыр көңіл әлі бірақ шерленіп. Қаңтардың да ақиқаты айтылмай, желтоқсанмен бірге кетті жерленіп. Ұрлық қарлық қулық сұмдық тыйылсын, өз қазынан өз қамбаңа құйылсын.
болған мерекеге жиылсын. Таңдар менен бекте жатқан жер осы, кет бұқаның соңын ерген ел осы. Бата беріп үш жүзім, бата беріп басын қосып қазақ, бата беріп басын қосқан қазақтың қасиеті мен білетін жер осы. Мақсат менің бірге жүрген досымен, айтысты да аяқтайық осымен. Аман жолдан кейінгі бас ақынын арқа жұрты шығармасын есінен. Арта берсін сенің әркез мерейін, тек алдыдан мен өзіңді көрейін. Ал ағайын қолын соғып қолдаса, қолымды да жолымды да берейін. Жол берді деп айтпай-ақ қой рахмет, біз онсыз да бұрыннан да жақын ек. Бірін-бірі көтеретін төбеге, бір анадан бір ананың баласындай ақын ек. Бай бәрекелді, қошемет ардақты ағайын, мінекей Сарыарқаның балғымызындай таңдайдан дамы кетпейтін